Мектебімізде облыстық деңгейде шыныққан дене шыңдалған рух тақырыбында семинар өтіп жатыр. Кіреберіс осылай әрленді. Ашылу салтанаты да ұлттық құндылыққа негізделді. Кітап көрмесі, чемпиондар жолы бізге үлгі. Және мындай бір шаңырақтың атрибуты негізінде жасалған дүние. Тағы да сәлем. Сонымен шыныққан дене шыңдалған рух, тәрбие және спорт сабақтастығы облыстық семинарымызға қонаққа облыстық оқу әдістемелік орталығының әдіскері Светлана Карибуловна келіп отыр. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қалай өтіп жатыр жалпы семинар? Ну, я хочу сказать, что сегодня, 21 февраля 2025 года, под управлением учебно-методического центра развития образования Карагандинской области проходит семинар на базе школы-гимназии имени Жамбула Кылбаева Шведского района. В целом я хочу сказать, что семинар проходит на высоком методическом уровне. Наши учителя физической культуры показывают свое мастерство, обобщают, распространяют свой опыт работы, методы, формы, связанные именно с национальными казахскими играми. В семинаре участвуют активно не только учащиеся, но и наши приглашенные гости. Я думаю, что семинар сегодня пройдет на высоком уровне. Өзіңіз атап өткендей, біздің семинар толықтай ұлттық құндылыққа негізделі. Ас мәзірінен бастап көрме, ғылыми жобалар, мастер-класстар, сабақтардың өзі. Ал қарапайым сабақта дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері дәл осы құндылықтарды неге енгізбейді? Мәселе қай жерде? Я хочу сказать, что в учебной программе физической культуры вообще планом сидит и национальные игры, и различные виды спорта. Но, конечно, не все учителя применяют данные формы и методы национальных игр, но я думаю, что после сегодняшнего семинара наши гости обязательно возьмут все лучшее и будут применять у себя на уроках. Көп рахмет. Біздің де алға қойған мақсатымыз сол болып тұр. Әрбір сабақ ұлттық құндылыққа негізделетін болса, шыңдалған денеден мықты рухы кенжелемеген ұрпақ тәрбиеленеді. Көп рахмет. Сізге рахмет. Которая показывает именно традиции, обычаи нашего народа, которые веками сохраняются, приумножаются и передаются молодому поколению. Да, конечно, вы правильно заметили. Мы очень рады, что вам очень понравилось. Не только вам, вообще всем участникам. Всем участникам сегодняшнего семинара есть что взять, есть кому передать и так держать. Спасибо. Мы особо хотели подчеркнуть национальные наши ценности. Я думаю, что получилось сегодня в школе-гимназии и Жамбула Кылбаева показать эту яркую красную линию, проходящую в направлении именно национальных традиций нашего народа. Шыныққан дене шыңдалған рух атты облыстық дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің семинарына қош келдіңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Енді өзім осы Шет ауданы Әлімхан Ермек мектебінен Ағадыр кенті Тірек мектебі дене шынықтыру пәні мұғалімі Қарайкүл Мұхтар Тұханұлы. Рахмет. Еңбек өтіліңіз? 36 жыл. Жақсы. 36 жылдағы тәжірибесі мол маманға сұрақ қоюдың өзінен қобалжып тұрмын дегенмен, әйтсе де бүгінгі семинарда сіз қазір екі сабақ көрдіңіз. Бір мастер-класс шеберлігін және бір сабақ көріп жатсыз.
сіздің тәжірибеңізде жоқ дүние бар ма? Әрине, бұл жерде айта кететін жайт, негізі көптен болмаған міне семинардың өзі Ақылбай мектебінде өткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз, өйткені бүгінгі сабақтардың жаңағы нелердің бәрі ұлттық ойындарға аса назар аударылып жатыр. Сондықтан біз білмеген нәрсе, біз білмеген, көп көрмеген нәрселерді осы жерден тәрбие алып жатырмыз деп айтуға болады. Өте қызықты болып жатыр. Енді бұл мектепті өте ұйымшылдықпен ұйымдастырып жатқанына көзіміз жетіп отыр. Және өзіміз әріптестеріме қарап отырмыз, бәріміз дән ризамыз. Өте ұйымшыл, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр деп айтуға болады. Әріптестер, біздің ұжымға риза болып жатыр. Тағы да бір сұрақ қойсам? Үш ерекшелікті астын сізіп атап өтіңізші. Бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау. Бірінші ерекшелік, ұлттық ойындарды дәріптеп оқушыларға өте насихаттап жатқанына көп әріптестеріміз ризашылығын білдіріп отыр. Өте тамаша деп айтуға болады. Екінші, бұл мектептің ұжымына үлкен ұйымшылдықпен бірегей бәрі бір адамдай атсалып жатқанына көзіміз жетіп отыр. Үшінші, енді балалардың да өте қызығушылықпен, жаңыз балалардың ғана емес, біздің әріптестердің өзі арасында жаңағындай ойын көрсетіп, ойынға қатысып, өте қызығушылықтарын білдіріп жатыр деп ойлаймын. Рахмет. Бүгінгі алған тәжірибеңізді өзіңіз сабағыңызда іс жүзінде жүзеге асырады деген ойдамыз. Сұхбат бергеніңізге мың алғыс. Рахмет. Қонағымыз өзін таныстырып өтсе, кім боласыз? Мен Сағалаев Қанат Боранбайұлы, Ақтоғай ауданы, оның ішінде Қазыбек Нұржанов атындағы жалпы білім беретін Тірек мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі боламын. Рахмет, еңбек өтіліңіз? 24 жыл. Мұғалім үшін 24 жыл деген ол ерен еңбек, оқушыларды танып үлгерген шығарсыз. Енді бір байқасаңыз, біздің семинар тікелей ұлттық құндылыққа негізделді. Сіз қандай ой түйдіңіз? Мүмкін ашылу салтанатынан? Енді біз осы семинарға қонақ болып келіп, осы жерден жақсы мағлұматтар алу үшін келдік. Бұлай өзіміздің күнделікті сабақ барысында ой және алмасу үшін ашылу салтанатына қатыстық. Жақсы өз мәресіне жетті. Ашылу салтанат жақсы болды деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе? Біздің семинарға қош келдіңіз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Төлетик. Орталық негізгі орталық мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Төлеубек Павлович Қойш. Рахмет. Неше жыл еңбек өтіліңіз бар? 32 жыл өтілім бар. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіз. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Жақсы. Бүгінгі семинарда не күтесіз? Қандай жаңалық күтесіз? Енді бүгінгі семинарда қазіргі технологиясы не өзгерген жоқ, қазір бар өзгерген. Сол қандай жаңалық болады екен, соны білуге келдік шынымен. Мастер-класс көрсетеді, ашық сабақ көрсетеді, соны өзімізге терегін тоқалуға болашақта әлі де мұғалім болып істейміз ғой. Сол мақсатта келдік. Рахмет. Шынайы жауап берсеңіз, бүгінгі біздің семинарда өзіңіз байқаған шығарсыз, ұлттық құндылыққа негізделіп тұр. Кіреберістен шыққанға дейін. Сұрақ, сіз дене шынықтыру пәнінде, өзіңіздің тәжірибеңізде ұлттық құндылықтың әдістерін, қаймағын, жалпы тәжірибеде қалай қолданасыз? Енді біздің бағдарламаларда бар қазір ұлттық, қазақ ұлттық ойындар. Енді біз тереңнен етпейміз, 9 мала ойнатамыз, асық ату бар, 5 тас бар, солай қана. Негізі жаңа мен өзіме қарап алдым да, жаңа шахматты доскаға да асықтан ойнатуға болады екен. Әрине. Содан кейін жаңа ұлттық тағамдар, мысалы наурыз болып жатқанда ұлттық тағамдарды қосып, жаңа асықты қосып, соның бәрін ұлттық неге тартуға болады дейді. Дұрыс айтасыз. Сонда тек қана асық ойнағанда емес, 9 малақ ойнағанда емес, әрбір сабаққа ұлттық құндылықтың маңыздылығын қосып отыруға болады екен. Көп рахмет, нәтижелі болсын, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіз бе ағай? Сәлеметсіз. Біздің мектепке қош келдіңіз. Рахмет. Шет ауданның киелі топырағына. Қай өңірденсіз? Мен Абай ауданы. Абай ауданы. Бүгін келдіңіздер? Бүгін келдік, таңертең. Жол қалай екен? Жол жақсы. Таңертең ертерек шыққанбыз, мына облыстық ұйымдастырып жатыр деген семинар дегеннен кейін сол таңертең ертерек шығып келіп, осы мектепке кіргеннен бастап өте бір тамаша көңіл сыйлап жатыр бізге енді. Ол дейтін себебіміз жаңа кіріп келгенде барлығы
ұлттық киім үлгісінде келгендегі барлығы жаңағы ұлттық аспаптарменен ән шырқалып жатыр, ән айтылып жатыр. Сол кіргеннен бастап бір ерекше көңіл алдық. Қазақи нақыш, ұлттық құндылық. Ұлттық құндылық, Діл дейсіз ғой. Жақсы. Ал сабақтарға қатысты не айтасыз? Біздің мамандар қандай екен? Сіздердің сабақтарға қатысты мен жаңа өзімнің де пікірімді білдірдім. Жалпы мына дене тәрбиесінің ұлттық ойындарменен сабақтастырып үйреткен ерекше ұнап жатыр. Бір сабақтың үстінде жаңа ұлттық ойындардың барлық түрлері жаңа кіріп жатыр да. Қандай ұлттық ойын бар өзі қозғалысты. Соның барлығы жаңа дене тәрбиесіне кіріп, соның барлығы үйретіліп жатыр. Ол енді жас азаматтар екен, ол жігітке мен енді ерекшелігін айттым, енді осындай жақсы. Қай мамам есіңізде бар ма есімі? Есімде жоқ. Соны нетпедім, сұрамадым өзі. Нешінші сабақ болды? Бірінші сабақ. Қайырбек ағай? Екінші сабақта мен өзім пікірімді айта алмадым, өйткені басқа адамдар шығады ғой деп ойладым. Ода да жаңағы балалардың ұлттық құндылықты үйретіп, жаңағы соларға патриоттық тәрбие дегенді беріп жатыр да. Сол азаматтар ертең нағыз қазақи ұлттық тәрбиеден шығады деген сондай өзімде ой қалыптасты, бірақ пікірімді айта алмадым, өйткені басқа адамдар шығады ғой деп ойладым ғой, алдында тағы мен шыққаннан кейін. Сондай жақсы сабақтар өтті, өте тамаша болып жатыр. Алаңдамаңыз, пікіріңізді міндетті түрде Instagram парақшамызға салатын боламыз. Мүмкіндік болса, сіздің де қазір Instagram парақшаңызды алып қалайық, белгілейік. Сіздің мектебіңізге жалынды сәлем болсын біздің мектептен. Абай ауданына, Абай аудан Шәкәрматқа жалпы беретін мектеп, ауылдық жер ғой, ауылдық мектеп. Ауылдық мектеп. Жақсы, Instagram парақшасын білесіз ғой? Енді ол жағын жақсы естпедім енді. Жарайды, жақсы тауып аламыз. Ағай, мынандай сұрақ, қаншама жылдық еңбек өтіліңіз бар. Бірақ сіз өзіңіз осы ұлттық құндылықтарды енгізесіз бе сабағыңызға? Шынайы жауап берсеңіз. Мен енді көп кіргіземін деп айта алмаймын. Енді осыдан жаңағы енді осы сабақты мен көргеннен кейін енді қай сабақ түріне кіргізуге дегендігін үйрендім негізі. Ана сабаққа мынаны кіргізуге болады екен, мына сабаққа мынаны кіргізуге болады екен, арасында жаңағы тәрбие ананы кіргізуге болады екен дегенде жаңағы кішкене өзім алдым. Енді қанша көп жыл 34 жыл стажым бар менің, жаңағы пет стажым. Соның ішінде енді мен талай семинарларға барып жүрмін, көлдерге барып жүрмін. Енді осындай бір көңіл жоғары енді мен бірінші рет көріп айтуымда болады. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Ортау негізгі орта мектебінің оқушы жөніндегі орынбасары Саркен Асел Бақытжановнамын. Енді бүгінгі семинарға келген себебіміз біріншіден тәжірибе алмасу. Әріптестеріміздің жаңа ойларын көру, жаңа белестерді қалай бағындырып жатқанын, соларды көру, жаңа технологиялармен танысу, жаңа көп нәрселерді көріп жатырмыз ғой. Дене шынықтыру пәні болғаннан кейін ұлттық құндылықтарды көп қойыпты. Сол ұлттық құндылықтардың бала бойына сіңіру, үйрету, сол қалыптастыру, сол мақсаттарды көруге келдік. Әріптестеріміздің осы мектептің қандай тәжірибемен жұмыс істеп жатқандарын көруге келдік. Сол тәжірибені өзіміздің жоспарларымызда қолдансақ деген оймен келіп тұрмыз. Рахмет, байқампаз екенсіз. Шынында біздің мақсат ұлттық құндылықты кірістіру болатынды. Рахмет, сізге мынандай сұрақ. Ашылу салтанатын көрдіңіз бе? Үлгермедіңіз? Жақсы, рахмет. Сіз қандай мақсатпен келдіңіз? Менің де мақсатым осы 21 ғасыр қазіргі нағыз жасап интеллект деп жатырмыз. Жаңа технологияларға, жаңа жаңалықтар ашу, сабақ процесі бойынша жаңа өтетін топтық жұмыстарда қолданылатын әртүрлі жаңағы әдіс тәсілдердің баламасын көріп жатырмыз. Өзімізге қан жағамызға көп нәрсені алдық. Мақсатымыз тәжірибе алмасу. Асханаға да келіп жеттік. Ас адамның арқауы. Мұнда менің кафедрам қоғамдық гуманитарлық кафедрасы жауапты. Не істеп жатыр екен? Тірліктерімен танысып өтейік. Біздің әріптестер қоғамдық гуманитарлық кафедрасы бүгін ас мәзірге жауапты. Келген қонақтарға түскі ас береді. Дұрыс қой? Нешеде келдіңіздер? Станға келген. Ренжімей? Жоқ, ренжімей. Қуанышпен? Қуанышпен бәріміз бір адамдай бәрін жасап, таңғы астарын бердік. Енді қазір біз түскі астарына дайындап отырмыз.
Рахмет. дайын. Істеріңізге береке берсін. Рахмет. Тамаша. Атидар Бауыржанна, сіз бүгінгі семинарда қандай жүкті арқаладыңыз? Мен видеоны жүктеуге жауаптымын. Инстаграмға жүктеп парақшасына, жатырсыз. иә. Тамаша. Яғни монтажы, Монтажын қабылдап аламын, қалған мұғалімдерден соны Инстаграмға сіз жүктеймін. түсірмейсіз, бір қабылдаушысыз. Түсіремін де және қабылдап аламын. Тамаша. Түсіңізге береке берсін. Рахмет. Тағы да сәлем. Әріптестерімізден сұхбат алсақ, бүгінгі семинарда сіздерге қандай тапсырма берілді? Жалпақ тілмен айтқанда қандай жүкті арқаладыңыздар? Бүгінгі семинарда Қатырақ. бізге жан жақтан келген мұғалімдерді, яғни тіркеу, регистрация дейді ғой, сол жерде қызмет атқарды. Мұғалімдарға бенчиктер тараттық, папкалар тараттық, және де қайда барып, қайда тұратынын түсіндіріп, сондай түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Рахмет. Сізде сондай Сондай, иә, бірге отырдық және QR код арқылы жаңа семинардың бағдарламасын қалай ашу керек екенін ұстаздарға түсіндіріп отырдық. Тамаша. Яғни біздің бағдарлама кішкентай ғана QR кодқа сыйып кетті. Сіздерге де бір ұсыныс, солай жасасаңыздар болады. Метспе Бану Аманқызы, бүгін облыстық деңгейде шыныққан дене, шыныққан рух, дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне арналған семинар өтіп жатыр. Барысы қалай? Сіз ұйымдастырғанда жоспарлаған дүние ма? Басқаша болып жатыр ма? Сұрағыңызға рахмет. Енді бұл өте өзекті тақырып. Қазір біздің жас ұрпақтың денінің сау болып өсуіне, осы біздің мектептің жалпы мұғалімдері, Қазақстан мұғалімдеріне бұл артылған үлкен сын деп қабылдаймыз. Себебі біз балаларымыздың жан жақты болғанын қалаймыз. Өз тақырыбында тұрғандай, шыныққан дене, шыңдалған рух, осы бүгінгі семинардың ол ұраны іспеттес. Себебі біздің дене шынықтыру пәні басқа пәндерге қарағанда жай пән ретінде саналып келгені өтірік емес. Сондықтан да біз дене шынықтыру пәнінің рөлін одан сайын арттырып, жан жақты екенін, тәрбиемен ұштасып жатқанын, сондай-ақ дене шынықтыру сабағы математикамен де, қазақ тілімен де, жалпы барлық тарихпен де байланысты екенін көрсеткіміз келді. Және де бұл біртұтас ұлттық бағдарламасы, ұлттық тәрбие негізінде кіріктірілген семинар болып жатыр. Қаншама адамдардың көздерінен сондай бір отты көріп, қатысушылардың пікірлерін тыңдап, сондай бір өзіміздің де көңіліміз марқайып қалып жатыр. Бұл семинарды өткізуге бізге ұсыныс білдірген білім бөлімінің басшысы Раушанбек Айдарқызы болатын. Ол қайдан туындады деген сұрақ. Әрине біздің мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімдері 2 жыл қатарынан үздік дене шынықтыру пәнінің педагогі облыстық жеңімпаздар атанды. Байқаудан. Сондықтан да біз олардың кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру мақсатында әрі қарай дене шынықтыру пәні мұғалімдерін дайындап, республика көлеміне мектептің тарихында бірінші рет республикалық деңгейге шықтық. Ол деңгейге қатысқан біздің мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімі Болысбеков Жасұлан болды, Берікұлы. Үлкен жетістік. Иә, үлкен жетістік әрине. Және бұл Шет ауданындағы 30 жылда тәуелсіздік алғаннан кейінгі қайталанып тұрған ең бірінші жетістік. Бұрындары енді кеңес дәуірінде ол қайталанған шығар әрине. Қазіргі таңда бұл біз үшін өте жаңалық болды. Ал ол жаққа баруға біз негізі 2 адамға рұқсат берілген болатын. Ал мен өзім сұранып, соны көргім келді. Өйткені мен орынбасар болып жүргендіктен басқа да ұстаздардың дамығанын қаладым. Көргім келді, үйренгіміз келді, әрі қарай да шеберлігімізді шыңдағымыз келді. Балдәурен сауықтыру орталығында осы үлкен республикалық дода өтті. Сол додаға барып қатысып қайттым. Сол жерде көрген, білгенімді ауданға, аудан ұстаздарына насихаттауға тырыстым. Әрине мен ол жерде көрген нәрсемді әрі қарай тереңдетіп, осы семинарға дайындық барысында 2 апта уақытымды жұмсадым. Толық бағдарлама жазып шықтым. Тіпті авторлық бағдарлама десе де болады. Арнайы дайындалсам мүмкін өйтіп 2 аптада қысылмайтын шығарым, бірақ осы кезде шынымен де бір бар жанымды салып, өйткені балалар үшін бір баланың ақысын жегіміз келмей, сол баланы әрі қарай дамытуға не істеуге болады, дене шынықтырудың рөлін қалай арттырсақ болады деп, сондай бір ұйықтамаған күндер болды. Бірақ сол ұйықтамаған күндер бүгін ақталған сияқты. Өйткені біздің балалар ерекше болды. Ойнаған күйгімбірі жобасы аясындағы тартқан күйлері тіпті ерекше болды. Адамды тебірентті. Балалардың көзінен отты көрдім. Сондай бір балаларға қарап, осы менің жаңағы дайындалғаным, қаншаға тырысқаным, сондай бір көңілімнен шықты. Әрине ол бір адамның қолынан келмейді. Біздің мектептің ұжымына,
ол біздің ұстаздарға, ол кісілердің еңбектері керемет, айтқан нәрсені қағып алып, әрі қарай дамытып, бірінен бірі өткен керемет шеберлік сабақтарды ұсынып, ашық сабақтарды беріп, көрмелер қорғалып, кішкентай балалар бүгін ғылыми жобалар қорғады, ерекшелік. Енді әрине бұрыннан да бар ғой, 2-7 сыныптардың арасында. Бірақ бұл көрменің ерекшелігі балалар өз қолдарымен жасаған тағамдарын ұсынды. Өйткені қазір біздің балалар еңбектен ажырап бара жатыр. Бұрын біздің кезімізде шынымен де еңбектендік біз. Малды да жайғайтынбыз, нанды да пісіретінбіз. Дұрыс айтасыз. Ал түйме қадауға, мысалға, іс тігуге деген сияқты. Сол балаларды біз мектеп бастауыштан бастап, сол құндылықты сіңіріп, бауырсақ пісіріп білуге қыз балаларымыз, ұл балаларымыз қамшы өріп білуге деген сияқты. Тіпті ұл балалардың арасынан да шебер ертең аспазшы шығатынына да сенімді болып қалдық бүгін. Сондай бір керемет дүниелер іске асты. Қолөнер көрмелері, медициналық сынып, педсыныптардың жұмыстары тығыз байланысты болды. Алғашқы көмек көрсету дене шынықтырумен өте тығыз байланысты. Бұрынғы ата-бабаларымыздың қолданған емдері қазіргі кезде сол қалай жанданып жатыр. Осының бәрі IT медиктің жаңа мамандықтың шыққаны, осының барлығы біздің бүгін балаларымыз көрсете білді. Менің ұққанымша сіздер өткенді бағалап, бүгінді саралап, ертеңге жол бастап бердіңіздер. Өкінішке орай мен семинардың басына қатыса алмадым, бірақ та енді Инстаграм парақшасына біртіндеп салынып жатыр семинардан үзінділер. Бірақ барлығы бірдей соны ақтарып қарап жатпайтын шығар деген оймен тағы бір сұрақты қойсам. Семинар қалай бастау алды? Кіріп келді, сырттан мұғалімдер күймен қарсы алды, оркестр, әрі қарай. Бұл жерде еді сіз күймен бастаған қазақы ұлттық әндермен басталды негізінде. Дәстүрлі әндермен басталды. Ұлттық киімде барлығы? Иә, ұлттық киімде. Оның мақсаты енді үнемі мұғалімдер шаршап жүреді, күйбің тіршілік. Онысында ауыл мұғалімдері жұмыстары өте ауыр. Сондықтан да сол кісілердің көңілін бір көтеру, ұстаздық қызметтен үлкен қызмет жоқ екенін көрсету мақсатында біз сол кісілерге бір керемет көңіл күй сыйлағымыз келді. Сондай бір әнмен басталып, әр жағы күймен жалғасып, күйден кейінгі біздегі ерекшелік болған флешмоб болды. Бұл флешмоб жай флешмоб болған жоқ, ұлттық құндылықты насихаттайтын, бүгінгі біздің семинардың мазмұнын ашатын флешмоб болды. Елдің ұнағандығы сондай, тіпті сондай бір көңіл күй сыйлады. Бір адам орнынан тұрған жоқ, сонысымен маған ұнады. Сәл кідірсеңіз, кешірім өтінемін. Флешмоб бүгінгі семинардың мазмұнын ашты дедіңіз. Яғни сол қимыл әрекеттер арқылы осы семинардан не күтетінін түсінетін адам бірден аңғарады. Әдетте түсіндіріп, бүгінгі біздің бағдарламада осындай деп бір дәстүрлі жаттанды нәрсе айтып қай жерге барсақ та. Ал біздегі ерекшелік оны өнермен ұштастырып, спортпен кіріктіріп, денсаулықпен біріктіріп, ұлттық құндылықты насихаттадық. Және де бір ерекшелік мынау біртұтас ұлттық бағдарламасын, тәрбие бағдарламасын. Бұл 6 бағыты бар ғой. Сол 6 бағытында 6 топтың жаттаған ұрандары тіпті ерекше болды. Бұл ашылу салтанатында? Бұл ашылу салтанатында болды. Олардың ерекше көрермендерге көңіл күй сыйлағандығы және өздеріне де ұнады балалардың. Балаларға да жаңалық болды. Яғни бүгінгі семинар жаңалық жаршысы. Ашылу салтанаты болды, көрме көрсетілді, ғылыми жобалар қорғалды, одан кейін бірден шеберлік сыныптарға өттіңіздер. Ең бірінші шеберлік сыныпты біздің республикаға танымал дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Самиға Қайырбек бастады. Ол кісінің шеберлік сыныбының өзі ерекше болды, ұлттық құндылыққа негізделген сергіту сәттерінен көрсетті. Сабаққа қандай ұлттық құндылыққа кіріктірген, орамал тастамақтың өзі ерекше болды ғой. Ұлттық ойын. Ол жердегі ептілік, жүйріктілік, және де логикалық ойлауға жұмыс жасалынды. Жаңағы қазіргі заманауи спорттың жеңімпаздарына байланысты сұрақтар болды, және де ұлттық құндылыққа байланысты сұрақтар қойылды. Және оған қатысушылардың өзі де қатысты. Иә, көрдім. Ерікті түрде бірден білек сыбана, мен де арқа тартсам деп жатқандарын көрдім, үлкен көңіл күй сыйланып, және де презенттер алып кетіп жатты, ұлттық құндылыққа негізделген. Және де бір ерекшелік бірден кері байланыс алып жатты. Әрқайсы көрмеге болсын. Біздегі бір ерекшелік фотоколлажға назар аудардыңыз ба? Аудардым. Сол фотоколлаждағы бір ерекшелікті байқадыңыз ба? Біздің мектептің түлектері
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеп жатқандықтары. Иә. Міне осы тұс патриоттық еліне, жеріне деген сүйіспеншілік, өзінің мектебіне деген балаларға білім беріп, өзінің ордасына оралу деген бақыт қой. Тамаша. Бұл бір жағынан кәсіби бағдарды да сіздер қамтып отырсыздар, қоса алып өттіңіздер. Бірақ өкінішке орай біздің бір қазіргі оқушылар, 11 сынып, 10 сынып оқушыларының бір жатталып қалған бір дүниесі бар. Неге екені белгісіз. Кім боласын физрук деген бір осы бір дүниеге өзгеріс енгізу үшін дәл осы семинардың септігі тиді деп ойлаймын. Қазіргі кезде жастардың арасында, жас мамандардың арасында өткенде бір құлағым шалып қалды. Мектептің жүрегі мұғалім деген сөз бар, аталы сөз. Мектептің сөзі мұғалімнің алдына мектептің жүрегі дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері деп енгізіп алыпты. Қазіргі кезде мен соған бір кездері әзілмен қарасам, қазіргі бүгінгі семинардан кейін шынымен де осы дене шынықтыру пәні мұғалімі математиканы да, қазақ тілінде, тарихты да, қазіргі заманды да, әлеуметтануды да, кәсіби бағдарды да, ұлттық құндылық өз алдына барлығын қосып, нағыз рухы кенжелемейтін, ертең ел тізгінін ұстата алатын тұлғаны тәрбиелеуге болатынына көзім жетті. Өте орынды айтып отырсыз. Шынымен де оның үшін дене шынықтырудан беретін мұғалімнің орны ерекше. Мен соны көрсеткім келді, сіз соған дөп түстіңіз. Өйткені бұл біріншіден ұстаздың сол мамандығына құрмет, екіншіден сол дене шынықтыру пәні мұғалімі біздің нағыз ұлт жанашыр, нағыз патриотты тәрбиелейтін сол мамандар. Себебі олар күш қайратқа, жігерге, ынтаға, жеңіске жетелейді. Мотивация береді. Және біздің мектепте өтірік емес, Қазақстан мектептерінде мұғалімдердің бәрі әйел адамдар ғой. Ал ер азаматтар физкультура, яғни дене шынықтырудан береді. Тағы айтарыңыз бар ма, қосарыңыз? Не қиын, не құнды, не қызық болды? Енді қиыны сіз үшін осы бағдарламаны жазуда, семинарды өткізуде, және де тағы да бір астынсыз өтетін дүние, біздің ауданда бүгін свет жоқ, жарық жоқ. Жарық жоқ болса да, осындай деңгейде бізде шара өтіп жатыр. Рахмет. Маған қиын болғаны барлық осы еңбектенген ұстаздардың, оқушылардың еңбегі жоққа шығып қала ма деп қиналдым. Өйткені өзіңіз айтып отырғандай, жарықтың 3 күн бойы бізде шектеумен беріліп, кешеден бері бір сөтке светтің болмай жатқаны өте жүрегіме қатты тиді. Сондықтан мен балалардың қаншама күнгі дайындалған еңбегі зая кете ма деп ойладым. Сол болды ең қиыны. Жақсы. Ал құндысы сол қиындықты жеңе білуге көмектескен, осы жарықты беруге ауданның басшылары да жұмыла кірісті. Тіпті жаңағы жезқазған жүрек ол кісімен де осы орайда танысып қалдым. Ол кісінің де балаға жаны ашитыны, ұстазды құрметтейтіні көрінді. Жылы сөздер айтты, береміз, семинарлары жақсы өтеді деген, сондай маған сенім білдірді. Шынымен де бүгін біздің осы жарықтың жарқырап тұрып, бір үтір нүктесіз өтіп жатқаны осы жаңағы аудан басшысының қолдауы деп білем. Құндысы осы болды маған. Ал қызығы? Қызығы осы семинарға дайындалғанға дейінгі күндерім өте қызық болды. Өйткені жылаған кезімде болды, күлген кезімде болды, қуанып шаттанған кездерімде болды. Енді бүгінгі осы шараның мазмұнды өтіп жатқаны мен үшін қызық болып тұр бәрі. Қалай осыны біз ұштастыра алдық, қолымыздан келді деген дүниеге бір таңғалып қарап тұрмын. Қызығы да осы маған. Қалай қолымнан келді осы, қалай әріптестер жұмылды. Рахмет. Жұмыла көтерген жүк жеңіл осы орайда, және де Алла тағала қолдан келмейтін дүниені артпайды деп айтып жатады ғой. Сондықтан осыған кәміл сенеміз. Бір атап өту керек, жаңа Бану Аманқыз өзі де айтып өтті, ауыл мұғалімдеріне оңай емес. Ауылдың тірлігі қаланың тірлігімен тең келмейді. Дегенмен сол Иса аңқып тұрған ауылдың көркем мінезін бүгінгі семинардан көрсете алған Жамбыл Ақылбаев мектебіне, басшылығына, аудан тарапына, жалпы облысқа, мұғалімдерге, балаларға рахмет, алғысымызды білдіреміз. Кешіріңіз, өте орынды, бірақ бір ерекшелік балаларға ұнағанын сізге айтайын ба? Телевидение келді ғой.
осы семинарға. Өздерін теледидардан көреді. Өздерін теледидардан көреді. Әсіресе кішкентай аспазшылар көздері жанып, телевизордан бізді көрсете ма деп жиналып, өз өнерлерін көрсетуге тырысқандықтары бір өте ерекше болды. Сондықтан Сарыарқа телеарнасына да ризашылығымызды білдіреміз. Тамаша. Көп рахмет. Уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіремін.